жұлдыз жарық оянсын фанат баршаға ортақ бұл чемпионат. Фонтин. Чемпионат баршаға ортақ. Ассалаумағалейкум достар, бұл жұбы шоу. Тағы да жиналып отырмыз. Міне диванды бір жуып алу керек ау, Гансе. Қалай ойлайсың? Білмеймін, өзім жумып келдім. Ереке қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Жаңа микрофон қалай? Жақсы. Осындаймын. Әнменен әншін жүргізетін адам сияқты тұрмын. Жан жалдас болам, Жанатбек. Сол кезде көрбеймін осындай микрофонды, ойба. Қоянбаевтар ойнайтын еді ғой, неде Астанада. Друзья деп ше? Сондай микрофон ба? Сондай микрофон, иә. Күшті. Әлімжан деген біздің оператор осыны алып кепті. Сахналанған көрініс ба бұл сонда? Соңғы анау жұбы шоудан кейін қалай жалпы? Жазып жатыр ма? Күнділда деген кім деп? Иә, кішкене бір фактілер бір-екі жерден өзгерген жерлер бар енді. Алмайдау керек. Әңгіменің мынау енді әдемі кетіп атты ғой әңгіме. Тоқтатамадым өз-өзімді. Өз-өзімді тоқтатпауым керек. Негізі Кунидинда ма сондай екен, ә? Иә, сондай. Бір әріпте тұрған ештеңе жоқ. Қазақша күнділда. Ұнады, маған ұнады жалпы. Кунигунда ғой. Кунигунда. Күні-күн кеп тұрған қыз болған ғой енді сол әжесі ғой. Содан тараған. Ол Шварценеггерді айттым, сөйтсем біреулер комментарий жазып кетті, ойбай, киноң өзі бұндай қызық емес еді ғой деп. Да? Кино қызық емес еді ғой негізі. Алып шықтым ғой зорға дегенді, ойбай, құлағынан жетектеп, Шварценеггердің екі құлағынан жетектеп алып шыққан жоқпын ба? Спойлер дейсің ғой. Легендарный личность. Негізі сондай кинолар, мысалы, адам өмірінде көруі тиіс кинолар бар ғой жалпы. Өміріңде көресің случайно болса да. Крестный отец деген бар ғой? Иә, Good Father. Ерсін көрмеген болса, ona ерсін ше өмірінде 30-ға кеп. Сөйтіп туркишпен шығып кезде қосады ғой соны. Мынаны көру керек әр еркек деймін ғой. Сөйтіп бітпей қалды ғой соңы ұшып қонған кезде. Жартысын білмейді десе ол немен аяқталған. Ана өле ма дейді. Папасын. Ал достарымыз 750 миллионнан астам отспен жаңа қосылғандарға 50 мыңға дейін сый беріп жатыр. Толығырақ төмендегі комментарийде. Ол ерсін ет, қымызды жақсы көреді ғой. Ана жылқының басын көргенде жылап жіберген жар ол. Жылқыдан ол. Кинолар болады, мен ана баяғыда Хатиконы көрген кезде 15 минут тоқтамай жылағаным бар. Еңкілдеп тұрып ше. Қай кезінде? Ол кезде бір жатақханада тұратым общагада. Өзімнен өзім. Сөйтсем қасымда Қуанышпен Мұратхан жатыр. Не болды деп ойлаған ше. Білді ма, білмей, бірақ ана бар ғой ше. Хатик өтіп кетті да. Мен өте сондай сезімтал адаммын. Жүрегім нәзік. Мен жайлы ауылда көбісі нәзік жанды самурай дейтін. Самурай с косичкой деген ол өтірге? Сіз ба? Нәзік жандымын. Сондай бір жүрегімді нәзік пернелерін түртіп кетті сол кино Хатико. Сен анау өз-өзімді... Ганс ойнаған ғой сол жерде папасы. Ричард Гир ма? Үндемей отырмын ғой дейші. Вокзалдан күтіп алған ғой. Сен өз-өзімден артық ешкім мақтай алмайды деп бая пост жаздың ғой? Иә, рас. Ол мынау сен қазір есіме түсіп неғып ит асырамайсың сен? Иттермен араласам ғой мен бірақ. Көшеде жетектеп жүрсең, бәрі Ричард Гир, Хатико деп ойлайтын шығар деймін да. Енді шлеонда емес енді. Пальто киіп папкамен жұмысқа кетесің күнде. Жүрген бір кездер сөйтіп. Сөйтсең қызық қой. Енді біреу мақтағаны болады ғой енді. Керемет мақтайды, суреттейтіндер бар. Бірақ енді мына менің жан дүниемді түсінетін адам некен саяқ. Иә, мен кейде бір бет кеймін. Көңіліме жаққанды қасым алып, жақпағанды қасымдан. Тұр, кет деймін. Стол тұру керек қой жерде. Иә. Деп қояйын. Жайырып. Енді көрдіңіз ба? Біреулер ойлайды, футбол көреді, прикол айтады, арзан күлкі, дарақы кейде қыз балыққа салынып, стол тұрып, ашуланып кетеді деп ойлайды ғой. Әр түрлі адамның кейбір кездері ғой бұл.
бірақ түбінде менің жан дүниемді түсінуі, менің қандай образдағы адам екенімді, менің қазір қандай эмоцияларды бастан кешіп жүргенімді, бұрын қандай эмоцияда болғанымды, қандай психологиялық ауыртпалықты көтергенімді, болашақта қандай болатындығымды кім біледі? Ешкім де білмейді. Бірақ өзің білесің бе? Мен өзім білем, өз-өзімді ақылмен тоқтатқанмын. Ішкі жеке интуицияларымды бағындырған адаммын. Көрдіңіз бе? Мәселе сонда да. Мен сіздермен қазір күліп ойнап, осылай отырып, әдемі әзіл айтып, халыққа мынау осы бізді жібі шоуды көретін адамдарға ұнасын, осындай болсын деп, мен солар естігісі келетін әңгімелерді айтам да. Өйткені мен үлкен психологпын. Мен мынау көрерменді, оқырманды бірден баурап аламын. Мен пост жазсам да, мен видеоға түссем де, мен YouTube каналдан осындай шоуға қатыссам да, бірден баурап алатын қасиетім бар. Ол ненің арқасы? Ол ішкі психологияның арқасы. Жоқ, ол бір психология не емес па, бір байланыс емес па жоғары жақтан? Әрине, тікелей байланыс бар ғой менде енді жоғары жақтан. Түс көрмейсіз ба түнде? Түс көремін, түсімде біраз нәрсе көремін. Мен аспанда қалықтап ұшып жүрем түсімде. Содан кеп баяғыда таразда тұрған үйдің ішін аралаймын, көремін ішінде не бар. Мамам үйдегі ана сіңілісімен сөйлесіп отқанын звугымен, менде звугы бар, аудиосымен бірге тыңдаймын. Бәрекелді. Жоқ, осы оқиғаны айттық па айтпадық? Бұның барлығы түбінде келген кезде бейсаналық ұғым ғой, бейсаналық ұғым. Бұл енді Зигмунд Фрейд осы жайлы 4 томдық кітап жазған, психологиялық, подсознательное явление деген. Енді сіздер вряд ли оқыдыңыздар, соны оқыған адам ретінде айтайын, бұл деген өте құбылыс. Бұл өмір сүрудің екінші бір параллельді әлемі. Яғни сен күндіз күйбең тіршілікпен осылай анаумен араласасың, мынаумен араласасың, сөйлесесің, сөйтіп өмір сүріп келесің да, соның барлығы ұйықтаған кезде бұлыңғырға айналады да, сен басқа өмір сүріп жатасың. А сен оянған кезде соның последний каким-то образом 2-3 секунд есіңде қалады. А на самом деле ол 2-3 секунд емес, ол целая вечность. Просто сен тупой оянып кетіп жатсың да, туалетке барып сиккегің келіп тұрды. Қажеттілік сені құртып. Жоқ, анау құбылыс анау бір оқиға өміріңде бұрын болған сияқты көріне береді, көшеде кетіп бара жатқан кезде. Сондай нәрселерді айтып жатсың. Дежавю ма? Дежавю? Оралдық команда ғой КВН Жайдарман. Жайдарманда жюри болғасын, айтпақшы. Ол айтып тұрмын ғой, өмір жалпы өзі 2 нәрседен тұрады ғой осы. Бұлай қазіргі біз өмір сүріп жатқан планета, жер планетасы бар, бір астрофизик осылай дәлдеп шыққан ғой. Сол жер планетасы, қасында көрінбейтін тағы да бір жер планетасы бар. Тура соның копиясы, көшірмесі. О жақта өмір басқаша болады. Түсініп тұрсың ба? Сен 2 өмір сүріп жатсың, 2 жерде. Параллельно. Сен Олжас Байбосынсың қазір жер бетінде, сол көрінбейтін тағы бір жер бетінде сен, допустим, тағы да бір адамның атын. Сен соған сенесің ба? Бұл деген енді көбінесе индустар алып келген деп ойлайды. Жаңағы біреудің жаны жерге қойнауына тапсырылған кезде денесі шығып кетеді да басқа бір жерге барып қонады. Түсініп тұрсың ба? Сен кәдімгі көп адамға үміт сыйлап жатсың ғой қазір. Өлгеннен кейін өмір бар деп тұрсың ғой. Мысалға, мен қазір Ермұхамед Мәуленнің денесінде өмір сүріп жатырмын ғой. Бірақ менің жаным бұрын Әлихан Бөкейхан болған болуы мүмкін, мысалға да. Үндістердің жаңағы діни тапсырма, жаңағы тұжырымы бойынша. Өткенде Ра туралы айттық қой біз. Чакра, мантра, солардың ішінде бір тармағы бар. Анау лепс өлең айтатын бар ғой. Махабхараттағы әңгімелерді айтып отырсың ғой. Сансара. Ол баста ғой. Баста, Сондай бір бар ғой, рамен аяқталып тұр ғой сансара. Ра. Кез келген расы бар сөз, өте уже мән мағынасы бар, зор сөз деген. Сондықтан өмір деген сондай. Одан кейін бізде Абай атамыз айтып кеткен. Бұл үлкен философия ғой. 2 өмір бар дейді. Бұл дененің өмірі, яғни екіншісі жанның өмірі. Оның сипаттамасы мощный енді Абай атамыздың. Оны Шәкәрім Құдайбердіұлы, қара халық сол кезде өмір сүрген еді, надан халық деп айтып жатады ғой. Менікінің мағынасы 2 деген. Менікінің айырылғанын өлді деп айтыпты ғой, өңкей білмес дейді.
Жан тыныштық таппайды, тән қамын жеп, тән бұзылса тұрағым бұзылар деп, ыстық, суық, аштықтан сақтау үшін зұлымдықпен айланы қылады сеп дейді. Яғни жан осы жерде жатады, дене соны бағындырады, сол баса береді. Яғни 3 арсыз нәрсе, 5 асылға ғашық бол, жаңағы Абай атамыздың айтқан сөздері бар ғой. Не арсыз? Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. Осы үшеуінің барлығы денеге қатысты нәрсе. Өнер тапқыш, білімге үйрену, алға ұмтылу деген нәрсенің барлығы ол жанның функциялары. Ол жан алға жетелейді, ана дене тарта береді, жата салайшы, күле салайшы, бүйте салайшы, сөйте салайшы, тамақ ше салайшы деген бар дененікі. Дене басады. Осы денемен жан бір күні айырылады. Осыны айырылғанын өлді деп ойлап жүр, өңкей білмес. Абай атамыз айтады. Көрдіңіз бе? Өте көп нәрсе енді айта беретін болсам. Бұл мысалға сіз енді өзіңізді одарен адам деп есептейсіз ғой? Әлбетте. 100%. 100%. Ондай мына құбылыстар спортта да болады, енді бәрі футболшы, бірақ Месси мен Роналдо бар. Бұл жерде ол да футболшы негізі. Бұл жерде айтып отырмын, кеше мен Сенегал, Гананың ойындарын көріп, қандай бір ашуға келдім. Неге сонша тупой болып қалды бұлар деген ой туындайды да менде ше. Енді натурасизм шығар, әңгімесі жоқ, нәсілшілдікке жол жоқ. Бірақ осы нәрсені мойындауымыз керек қой. Ми жоқ, мидың дұрыс ойлана алмағандығынан. Сендер айтасыңдар, Қазақстан футболшылары шаршап қалды бейді. Шаршамайды, физикасы деген Европадағы әжептәуір топ 15-ке кіреді біздің физика. Кейбір футболшыларымыз Европада бар ғой, Мбаппенің скорості мен скорості бірдей бар. Қазақстанда футболисттер бар. Я тебе скажу. Бар. Но не олар Мбаппе сияқты футбол ойнамайды. Физикасы сондай болса. Неге? Ой ма? Ой. Ми дұрыс ойланбайды. Ми дұрыс ойламаймын, немесе бір шекара тұра ма? Жоқ, енді о жаққа дейін ойламып көрмегенде ол ше. Ол жерлерді ойламағанда. Бер жағында жүр ма? Кішкентай кезінде 9, 10, 11 жасында ойлана бастаған кезде, футболды ойланып ойнай бастаған кезде, ол ойланбай қалғанда. Өйткені оның детский тренерінің өзі ойланбағанда, не үйретіп жатырмын бұларға деп. Вот соны айтады. Мен енді бір тренер бар, Юрий Анатольевич Красножан, өзім жақсы араласатын күшті кісі. Сол кісі маған дәлелдеп көрсеткен бұны қағазға сызып. Қалай? Ортада ойнайтын бір футболшы бар дейді. Атын айтпай қояйын қазір, ұят болып кетер. Иә. Артқа қарай пас бере береді. Қорқады дейді, доптан айырылып қалуға. Айырыла бер доптан, оларды түбі доп тартып алады ғой сенен дейді. Алға қарай шығарса, былай қарай ұмтылса, воротам мына жақта былай қарай гол ұрмаймыз ба? Футболдың мақсаты гол ұру. Гол ұрмасаң, ешкімді мына әлемді жеңбейсің сен. Понятно, 100% нәрсе. Тренер айтып отыр да. Енді гол ұруға ұмтылмаймыз ба, алға шықпаймыз ба? Жоқ, ол қорқады, артқа қарай бүйтіп тарта береді қайтады. Главный, мен доптан айырылып қалып, ана ел көріп Астана Арена шармандайшын болып қалмайын. Деген ой. Аулақ, мен туысқандарым айтады, ойбай, ортада жүріп топтан айырылды, сол сорлының кесірінен гол кірді. Осылай айтады біз. Оның сонда санасында сол не тұр? Сол тұр, иә. Оның туысқандары тұр артында. Бір футболист индивидуал алаңға шыққан кезде бүкіл өзінің Шымкенттегі, Тараздағы, Қызылордадағы, Ақтаудағы туысқандары бар. Класстастары бар, құда жекжаттар көріп отыр, халық көріп отыр, қаншама миллиондаған адам көріп отыр. Солардың алдында мен шарманда болып қалмайын. Құрысын бәлесінен алайында анаған беріп. Крайний болып қалмайын. Крайний осы. Не енді? Осының салдарынан осы. Дембеле, мысалға, Усман Дембеле бір ойында қаншама ошибка жасайды, білесің бе ол? Иә. Но бірақ 5 ошибка жасаса, 5 удачный аводкада да жасайды ол. 10 әрекет қылса, соның 5-еуі дұрыс, 5-еуі. Ол көп те болып кетуі мүмкін. Мысалға да Зиданның өзі де қателескен талай. Но бірақ бір ойында 3 қателік жасап, бірақ нормальный нәрсе жасап, ойын тағдырын шешкен. Иә. Былайынан тұрып тепкен. Мысалға да көп қойын теориялық тұрғыда сен неғып тебесің, ол тебетін жер емес. Олардың сонда санасы, миы қалай жұмыс істейді? Олар жағы еркіндік, шығармашылық, азат. Өзі білет, футболды ойнау керек, және футболдан ләззат алу керек деп ойлайды. Көрдіңіз бе? Нәтиже, в принципе, қатты маңызды емес. Это нәтижені маңызды қылған ол қазіргі тренерлер. Қазір калькулятормен ойнайды футболды. Бүйтіп, бұрынғы сэр Алекс Фергюсондар қалай шабуылдайтын. Көрдіңіз бе? Өмір деген сондай нәрселер ми жоқ. Ғылыми жұмыс жазып, былай кішкентай балаларға дәріс оқымайсыз ба осы жайлы? Қазір мына футболда Қазақстанда ашылып жатыр ғой осындай теориялық білім беретін футболға қатысты ма? Бапкерлер, иә, бапкерлер. 10-11 жастағы балаларды, мысалы, 1,5 сағат жаттығу болатын болса, тағы да алып қалып 25 минут
теория оқытып жатыр. Жоқ, сен айтып отқан әңгімең бәрі психологияға қатысты. Психология да бар. Футболдың бапкері деген ол бірінші кезекте үлкен психолог болу керек. Содан кейін барып футбол тренировать ету керек. Жозе Мауриньо айтады, мы не тренируем ноги, мы тренируем мозги. Миды бір бағытта керемет ойлана алатын 11 адамды алып келсең, ойлай алады. Шахмат ойнай алатын ең ақыры. Кітап оқыған өмірінде. Сондай адамдар. Сол бір бағытта ойланады деген не ол? Сен өткенде айтып отырсың, бір бағытта ойланады деген бір бағыты жеңіс па? Короче, мен түсіндіріп айтайын. Доска болса, қазір түсіндіріп беремін. Мынау левый вингер. Сен ортада ойнайтын шабуылшысың. Дәу кәдімгі. Мен опорникпін. Мен доппен келе жатқан кезде, менің не ойлап келе жатқаным бар ғой мынандай. Иә. Соны мынау түсініп тұр керек қой уже. Мен бүйтіп, былай жүріп, допты алып атқан кезде, сен түсініп атуың керек уже. Сен ананың қаяққа жүгіретінін сен примерно түсініп тұруың керек. 11-і бірдей солай. Гансына доп ермашта ортада алып келе жатыр, жан-жағына қарады, былай қарады, өтірік қарады, значит ол қазір Гансқа береді. Ганс алған кезде примерно мен мұнайға қарай жайлап бара берейін, ол көтеріп қалуы мүмкін маған басқа. Көрдің бе, какой-то это необъяснимый ол цепочка үш адамның арасындағы миымыз бір-біріміз ойланып тұрық. Байланып тұр. Түсініп тұрмыз. Қазір жібі шоуды керемет үйлесім жүргізіп отырмыз. Сен жүргізіп сөйлеп сұрақ қойып отырсың, мені қинап, мен сөйлеп отырмын, а ол үндемей әдемі мынау сөйлеп отыр деп көсіп отыр. Дұрыс па? Сол сияқты үш нәрсе, үш байланыс болып тұр бізде. Иә. Сол футболда да тура солай болу керек. Мен доппен келе жатқан кезде сен нападающийсің, сен өтіріктен вид жасайсың да, қасыңдағы защитник Гансқа беретін болды дейсің. Ганс берген кезде ол маған подачаны тренировкада көтерсе, мен былайынан баспен кірем дейсің. Сол. Мен действительно Гансқа берем, Ганс біреуді алдап өтеді, саған көтереді, сен баспен ұрып. Біздікілер олай ойламай ма? Міне осы Хави, Иньеста осылай ойлады, Бускетс тура осылай ойлады. Мына жақтан крайдан Джорди Альба көтерді, Давид Вилля ұрды. Міне осы бәр бірін біліп тұр, ойлануын. Біздікіде мен енді айтпай қойын, сборный Қырғызстан дейікші, допустим. Сборный Өзбекстан. Солай ойланбай тұр ғой, көрдіңіз бе? Өйткені олардың футбол мектептері практически бір емес, бір-бірімен ойлану жүйесін дұрыстамаған бапкерлер. Әр түрлі бапкерлер келген. Оны Канаваро өліп кетсе деп дұрыстай алмайды. Өйткені Канаваро өзбек тілінде ойланбайды. Ол итальян тілінде ойланатын адам. Бірақ ол солай сен айтып тұрған теорияны ол біледі ғой, өйткені әлем чемпионы болған. Біледі, бірақ істей алмайды. Ну, ол ойлап жүр, мен айттым, маған түсінді, поляға шыққан кезде соны істемейді ана футболист. Мүлдем басқаша. Отабек Шукуров басқаша ойланады, Европада ойнап жүрген Женуада ойнайтын Шамурадов басқаша ойнайды, Аббосбек басқаша ойнайды. Үшеуінің, енді Шамурадов пен Аббосбек в принципе кішкене бір-бірімен үйлесімді оқып қалуы мүмкін, бір стильде ойнап жүрген Турция чемпионатын. Но Отабек Шукуров ол Дубайда ойнайды, Хусанов Ситиде ойнайды, оныкі жабыстыру тірлігі болды. Осындай әртүрлі разные стили. Осыл адамдарды қалай байланыстырды? Хотя они бір ұлттың адамдары. Бір тілде сөйлейді. Бір тілде. Демек, Өзбекстан құрама командасы әлем чемпионы болу үшін Жозе Мауриньо сияқты тренер өзбек болу керек. Сол соған түсіндіріп миды құю керек. Сонда бапкер қате болды дейсің ба? Кападзе бару керек пе? Кападзе бара берген. Разница жоқ қой ешқандай. Кападзе бар. Жоқ, ол өзбек тілінде ойланады, өзбек тілінде сөйлейді ғой. Орыс тілінде ойланады деп ойлаймайсың ба? Өзбекше 100%. Қайдам. Жарайды, просто ондай теория болмай тұр ғой. Көрдіңіз бе, мәселе қайда жатыр. Ол да сол. Футболдың да басты мәселесі осы қайта-қайтадан бір бағытта ойлану, үйлесімділік, сплоченность. Сол арқылы былай жетелеп. Енді футболдың былайша айтқанда ойшылдары бұл Лобановский, Ренус Михельс, Кройф, Йохан, Пеп Гвардиола, Жозе Мауриньо, Сэр Алекс қазіргі мына балалардан шығып жатқан жастардан Дидзерби, Маурисио Сари болды деген футбол ойлап тапқан. Ну, Конте де бар, бірақ Контенканы баяғы совет үкіметін футболы өңкі таза. Сонда бұлар революционерлер ма, кәдімгі сен айтқандар футболда? Тиаго Мотта мысалға қалай бір опорникпен ойнап жүр. Винченцо Итальянаның тактикасы вообще негіз шедевр, просто оған нормальный команда жоқ та. Өңкей бір әлсіз командалармен Фьюрентинамен 4-ші орын алып, 3-ке кіріп, біраз кубокты ұтып жіберіп, мысалы, талай нәрсе. Конференция лигасы финалына шықты мысалға да. Винченцо Итальяна Болоньяға кетіп қалды, Тиаго Моттаның орнына ФК-та қалды, Тиаго Мотта жұмыссыз қалды екі ортада. Фьюрентинаға келген Ван Нолли
Не болды? Сериядан ұшып кете жаздады. Последний 13-ші орын алды. Артынан санағанда. Ілініп қалды әшейін кәдімгі. Серияда қалды, но уже қиын. Әлем чемпионатындағы бапкерлер туралы айта аласың ба? Көзіңе түскен. Жоқ, мысалға сенің қазіргі теорияң бойынша, мысалға бұл теорияны, мысалы, Анчелотти біледі. Ол қалай чемпион болу керек екенін біледі ғой? Біледі. Ол просто бразилиялықтарды қазір соған дисциплинаға, сондай нәрсеге үйретіп жатыр. Кейде тоқтату қиын. Бразилияның проблемасы сол. Ойнаған ойында 5 гол ұратын. Келесі ойында бүйтіп отырады, гол ұрамай, сәл бір басқаша тактика болса. Ләкілдеп шабылдай береді, кеше мысалы 3-0 зорға тоқтатты. Неймар шығарып барып тоқтады ана ойын. Әйтсе 4-0, 5-0 болып кетеді. Неймар жүгірсін, ойнасын, травмасы бар адам, халықтың көзіне шықсын. Неймар шықты деген оқиға Бразилияның бір сплоченный команда екен, атмосфера екен, білдіртіп атыр типі. А на самом деле ондай емес қой. Ол Неймардан бөлек қой олар. Ойнайтындар бөлек. Ол әшейін жүрген жаңағы бас бапкердің алаңдағы өкілі сияқты да. Сен енді мысалы Месси ойнайтын Аргентина басқаша, ол сен айтатын футболдан нәрсе ғой. Ол Тимуриева команда дегенде ғой. Мессидің командасы. Диктатура. Бәрі Мессиге ойнайды. Мбаппе диктатор дейді. Негізі Месси ғой диктатор. Месси бас бапкерді тағайындап отқаннан кейін сен не дейсің? Скалони сол тағайындайды. Ұлттық құрамаға кімді алу керек, кімді алмау керек, сол шешеді. Мауро Икардидің ұлттық құрамадағы карьерасына балта шапқан кім? Месси. Ол Макси Лопес имеет право же на это? Әлем чемпионын істеп берді ғой. Әрине. Былай қарасаң. Имеет право. Әлем чемпионы қылмаса да өзі лидер ғой енді сол команданың. Өзі біледі, конечно. Ол енді былай өз диктатор болған жоқ, командаластары соған бағынышты отыр ғой өздері. Өздері келіп отыр ғой. Родриго де Паульдің түріне ойнаған ойынына қарасай, Мессиге сәл біреу бұқаланып ерегіскен жерде сол жерде 3 секундтан кейін келеді ғой Родриго де Пауль. Жетіп келеді. И допталады, Мессидан басқа ешкімге пас бермейді. Сол ойнау керек. Біледі де өйткені оны қатты ойнайтын. Мықты талант екен. Құдайдың берген дары, таланты, басқаша ойлана алатын әдеті бар, кітап оқымаса да. Табиғи ойланады, және соны денесімен бағындыра алады. Бұл жерде главный проблема, менің айтып отқан, философия да сол. Яғни адамның ішіндегі ми өзінің денесін контрольге ала алатын болса, онда ол кемел адам. Кітап шықты ғой. Соның барлығы түбінде айналып келгенде осыған ақ келеді философия. Сол кемел адам дегенді қазақша қалай түсінесіз, немісше қалай түсінесіз, ницше қалай түседі. Мысалы да, философия. Ойыңдағы нәрсені денеңе бағындырып, соны істей алу өмірде. Мысалы, сен арықтаймай жүргеніңе 3 жыл болды. Миыңда бар, но миың сенің денеңді полный контрольға аламайды. Потому что сенің денең жақтысы келеді, тамашысы келеді, ұйықтағысы келеді. 3 арсызға бағынады. Нәпсі деп. Арсыз адам екенсіз ғой негізі, байқап тұрсам. Енді бәріміз сондаймыз ғой түбінде келді. Өйткені мен мысалға қазір 4:30-да тұрдым ұйқыдан. Енді сол дұрыс па енді? Дұрыс па? Таңғы сағат 6-да мысалы Южный Корея мен ЮАР-дың ойыны маған не үшін керек еді мысалы? Көрмей қойсам болады еді соны. Дегендей ғой. Соны жоқ, мен көрем, мен азарт, ойын, кім гол соғады екен деген нәрсеге көргеніңе бірақ енді өкіндің бойынан кейін? Өкіндім, өкінетіндей матч болды. Сөйтіп жатырмын енді, не істеймін? Енді сен жаңа Мессиді айтқаннан Криштианоны айту керек. Оны тұра айту керек. Енді ол мысалыға қазір ол ешқашан Мессидің рөлін ойнай алмайды ғой, ол өзі бөлек адам, бөлек жаратылыс. Әрине. Енді қараңыз, Криштиану Роналду, мынау Месси талант, анау талант, мынау еңбекпен шықты деп айтамыз ғой. Дұрыс, бірақ Лобановскийдің керемет сөзі бар. 99% адам еңбекпен келеді. Талант деген нәрсе бәрімізде болуы мүмкін. Біреуде Мессиде көбірек болуы мүмкін. Криштикте кем талант. Бірақ Криштик соны как компенсирует? Ол еңбекпен, дисциплинамен жабыстап отыр ғой. Соған машықтандырып отыр да денесін. Сол денесінің арқасында ол гол соғып отыр. Көрдіңіз бе? Сәл кеше миы істеп тұр, но миы кішкене сигнал кеш беріп отыр ғой. Нейрон жүйелері, талшықтары әлсіреген. Ол енді жаңа жасына байланысты ғой енді. Жасына байланысты 10 рефлекс. жыл болғанда ол қазір әкелесін қадай береді ғой. Футбол не обманешь, табиғат тоже не обманешь. Табиғи жағдай, ол процесс келді, бір тепті міне. Аяғы істеп тұр, оң аяғы тепті.
Мысалы Криштиану Роналдудан физикасы кем емес адамдар бар ғой, Адама Трауре деген футболисттер бар, мысалға Сенегалда, Ганада да бар, кеше көрдік те, кетіп қалған физикалар бар. Солар неғып ойнамайды? Сол сияқты. Денемен миы қабыспайды. Ортасында пробелдер бар, секундтар бар. Соны білмегеннен кейін осы ойнамай отқан жоқпыз ба футболды? Түсініп тұрсың ба? Ашығын айтқанда. Сол екеуі бірге жабыспай тұр, қабыспай тұр. Мысалға Фрэнк Лэмпард. Оның физикасы керемет емес еді ғой. Ол негіз пивода іше салатын еді. Джимми Варди деген. Джерард сол ғой. Джерард. Олар сол мидың арқасында. Руни айтшы. Руни енді сәл кішкене ақымақты ойнады ғой. Зидан мысалы, Зидан да физика деген болмаған ғой, атымен ол среднестатистический, любой қазақстанский игрокпен физикасы бірдей болған. Дәлдеп берем. Бірақ масқара ойнады ғой, ми деген төбеден көріп тұрды ғой ол. Дронмен ұшты ғой төбеге, поляны көріп тұрды ғой. Былай тоқтап, былай жүріп кету деген енді. Денис Беркамп деген футболшы. Осының барлығы жеке-жеке индивидуалды адамның қауашағы миының ішіндегі процессорлерде тұр ғой осының барлығы. Бір-біріне ұқсамайды емес пе осының барлығы? Енді мысалға ол анау несі даму жүйесіне келеді, Бельгияның. Бельгия анау құрдымда болды футбол 2000 жылдар. Сол кезде олар айтты ғой, біздің көршілеріміз Франция жағы, Нидерланд, екеуі қатты футбол ойнайды. Біз плюс-минус бір елміз. Неге бізде ойнай алмаймыз? Сол бір түрлі жаттығуды 10 мың сағаттап, 20 мың сағаттап тренировка жасай берсең, автоматқа барасың. Сол кезде мектеп бағдарламасына футболды енгізеді да. Футболисттер математик болу керек, футболисттер білімді болу керек. Сонымен соңында анау мектепаралық жарыстарда кейін футбол мектептерінің балдарын қоспай қойған ғой. Білімі жоғары аналардың. И футболды қатты ойнайды. Дұрыс. Лукаку 7 тілде сөйлейді ол. Ол қайдан сөйлейді 7 жылда, 7 тілде. Өйткені кішкентай кезінен уже тіл үйреніп тастаған адам ғой. Де Брюйне де плюс-минус сондай. Полиглот. Иә. Соған байланысты. Бірақ оларда лидерлік қасиет жоқ екен. Империя болмаған. Рим сияқты, испандар сияқты. Капитан бола алмайды. Ешқайсы клубта капитан бола алмайды. Раздевалкада лидер бола алмайды. Соны кішкене дамыту керек психолог. Айтып, түсіндіріп айту керек. Бізде бәрі лидер ғой. Бәрі бастық шетінен дейші. Бәрі бастық. Ешкімге бағынбайды. Содан ғой проблема. Жалпы футболдың да әр елдің, әр түрлі жаңағы денелердің ойыны ғой енді. Оңтүстік Америка басқаша футбол ойнайды. Африкалықтар мен түсіндіріп отырмын басқаша ойнайды. Жапондар басқаша ойнайды, европалықтар басқаша ойнайды. Осыны біз түсініп алсақ, әлем чемпионаты бізге түсінікті болады. Дұрыс па? Бірақ кешегі Марокконың ойынын мысалы европалық команда деп айтайын десең өзі Африкадан келіп отыр. Африка дейін десең, бірақ состав полный европейстер. Не болды бұл сонда? Шекарада тұрған команда да былай ары бері. Өте бір. Азия жаңағы африканский де бір кішкене бір элементтері бар. Как-никак да? Футболдың. Естественно, европалықта гибрид. Мысалға сен осы сенің теорияң мысалға, допустим, дұрыс деп есептейік. Бұл теория бойынша жұмыс істеу керек қой демек біздің футболдағы атқамінерлер дейміз. Жұмыс істеу керек болғанда, жұмыс істелініп жатыр ғой енді. Енді басталды деп тұрсың ғой. Бізде коммуникация нашар, территория үлкен, кішкентай балалар футболының негізі байланыс аз. Мысалға да бар ғой негізі, ми бар ғой бізде. Былай қарап, айтайын, бір мысал ретінде айтайын. Мысалға Давид Вилля, Хави, Иньесталарды 9 жасынан бастап таниды. Томас Мюллер мысалға Нойер, Кростарды примерно 12-13 жасынан бастап бетон таниды. Олар кішкентай балалар турнирде кездескен, бірін-бірін көріп өскен. Біздің сборный Қазақстанда ойнағандар Астана аренаға келіп танысады ғой, брат атын кім еді деп мысалда. Көрмегенде өмір болған. Жақта біреу Маңғыстауда 18 жасына шейін футбол ойнаған. Мына жақта Таразда бір болу 17 жасына дейін ойнаған, бірақ ананы танымайды. Қалай бір республиканский бір турнирлерде кездесу керек еді ғой деймін де олар. Кездеспейді. Өте қиын. Ал достарымыз 750 миллионнан астам 30 пен жаңа қосылғандарға 50 мыңға дейін сый беріп жатыр. Толығырақ төмендегі комментарийде. Бұл да бір ойланатын не екен? Конечно, бірге өмір сүру керек. Осындай ойлар сені жейді екен ғой жалпы. Жейді ғой, енді қара, сен футбол ойнап отырсың да, мысалы мен 15 жасар балам, мысалы Шымкенттің командасында бір Азамат деген бір шабуылшы бар.
көріп отырасың да оның ойын анау былай жылжиды екен былай қарай өтіп кете салады екен жаңағыдай рывоктары бар екен деп отырасың. Сол түбі мен молодежкадан өтіп сборныйға алынған кезде ана азаматты көрген кезде мен оған берем де оның кішкентай кезіндегі футболын көргем де мен оның 14 жасында көргем де былайынан айналдырып алға шығарсаң за спину защитникті обводящий пас берсең ол алып қашып кетуі мүмкін оның физически мен білем де оның несі коронкасы сол оның. коронкасы сол. бұрыннан көріп танып біліп алған. Иә, ол да әсер етеді ғой. Енді ана Йоахим Лёв осыларды 14 жасынан бастап жинаған дейді ғой жаңағы Томас Мюллер 8 игрок. Жоқ, содан шыққан дейді ғой. Озил, Боатeng, Хедира бәрі молодежкада чемпион мира болып келгендер ғой. 15-17 Соны жасында. Йоахим Лёв қылып, сөйтіп алып кеткен ары қарай, әлі 7-8 сборный қылған. Мына жаңа Испанияда да сондай ғой, Де ла Фуэнте деген енді айтамын, мен таңғаламын енді. Кім мынау дейсің, мысалы, сен танымайсың, мен де танымаймын. Молодежканың тренері бар. Испанец, мыңғырық тренер бар ғой, Луис Энрике Гвардиолалардан бастамай-ақ мына жақта жүргендерін айтсаң бар ғой, Андони Ираолаларды айтсаң бар ғой, Ливерпульдің тренері болды ма? Иә. И сондай адамдар бар ғой. Анау кім Де ла Фуэнте деген, кім шақырған ана сборныйға? Вот шақыруының себебі бар. Потому что ол мына жүрген Гави, Педри балаларын бәрін молодежкадан андер 19-дан 21-ге, 21-дің ары қарай сборныйға алып келіп отыр. Рафаэль Уразбахты енді кім тренер қылып отыр ғой? Қайрат Боранбаев. Не үшін? По каким соображениям? Потому что ол Арсен Буранчиевті де таниды. Әділет Сәдібековпен бірге 11 жасынан бастап соны алып келатқан жоқ па? Кургин, Смирнинский, Широбоков дегендердің бәрін сол тренировать еткен ғой. Значит, сол үй қазір Қайраттың тренері болу керек. Но ол жерге легионер араласып кетіп отыр. Новый, жаңа Лига чемпионский ойынды ол қойып үлгере алмай жатыр. Потому что оның философиясы басқаша. КПЛ-ге жарайды, но Европаға жарамайды ол ойын. Понятно, спасибо. Міне, сен неменеге бүйтіп ойлы жүреді десем осындай нәрселер екен ғой сенде. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда деген рас екен. Жаман ойлар мазалайды мен. Деген қандай керемет сөздер мысалға. Осымен енді бұл шығарылымды аяқтайық. Мынау енді танымдық бағдарлама болды. Сізді әрине көріп жүрген адамдар мына жерде осыдан кейін бір ой түйеді деп ойлаймыз негізі. Ой түйу керек және сонымен жұмыс істеу керек. Әрине. Ал достар, сіздер не еді, реклама қылып еді. Ал достар, біздің фондағы достарымыз 750 миллионнан астам ұтыс ойындарын өткізуде және жаңадан тіркелгендерге 50 мың бонус үлестіріп беруде. Толығырақ комментарийде.